Сәлем баршаға, қалдарыңыз қалай? Сіздермен мен Сана Алтынай, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді өз каналымда көріп отқаныма қуаныштымын. Мені қолдап, пікір қалдырып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Бүгін біз осындай керемет жар инструментпен лағманын жасайтын боламыз. Өз қолымызбен лағманның қамырын созамыз және де өзіміз қуырып, өзіміз дайындайтын боламыз. Кәне кеттік, бірге жасайық. Ең алдымен осылай еттердің барлығын ұзынша етіп турап аламыз. Өзімізге керекті етті аламыз. Көп қоссаңыздар да болады, аз мөлшерде қоссаңыздар болады. Етті турап болғаннан кейін тәтті бұрыш, яғни болгарскийдің осындай қызыл түсін алып, жақсылап турап аламыз. Осылай дәл видеодағыдай етіп ұзынша етіп турайсыздар. Одан кейін дәл осы болгарскийдің жасыл түсінен қолданамыз. Оны да дәл осылай видеодағыдай турап аласыздар. Осындай кішкене тұрып қостым. Одан кейін корейский капуста, яғни осы капустаны дәл осылай видеодағыдай етіп турап, жақсылап турап аласыздар. Ортасында кішкене қатты өзегін жартысын ғана аласыздар. Мінекей осылай барлығын турап алғаннан кейін біз майымызды ақырын кішкене бірінші қыздырып аламыз. Майды қыздырып болғаннан кейін етіміз пістау дегенге дейін етті қуырып аламыз. Одан кейін үстіне турап алған пиязымызды салып, пиязды кішкене қуырып жібереміз де, жаңағы турап алған болгарскийлеріміздің барлығын бірге қосатын боламыз. Бұл жерде видеоға түспей қалыпты, кішкене чеснок және де дәмдеуіштерді қосасыздар. Жақсылап барлығын қуырып піскенше кішкене қуырып, астын баяу отта жай қуыратын боламыз. Міне қарай тұз, приправа салып жіберсеңіздер өте керемет болып шығады. Піскенге шақ қалған кезде біз помидорымызды турап, оны тағы біраз қуырып, бір пиаладай су құйып жібереміз де, оның суын тартылғанша қуыратын боламыз. Одан кейін оны сүзіп алып, сол қазанымызға қамырымызды, яғни қолдан созылған лағманның қамырын салып, соя соусын қосатын боламыз. Мен описанияға қанша мөлшер екенін жазып кетемін. Осылай барлығын қосып, қамырымызды жақсылап қуырып алатын боламыз. Қамырымызды полный қуырып алғаннан кейін, жаңағы дайындалған салмамызды салып, тағы біраз қуырып алатын боламыз. Мен қамырды, яғни қолдан созылған қамырдың рецептін YouTube каналыма салдым. Қазір описанияға ссылкасын тастап кетемін. Сол жерден көріп жасасаңыздар болады.
Кемінде 5 минуттай осылай барлығын бір қуырып алдық. Мінекей біздің лагман, жареный цомен лагманымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді керемет болып шығады. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Мені жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздерге алдағы уақытта керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Рецепт ұнаса достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.